Запись басылды. Так, мынаны полный экранға қояйын. 1 минут. Все, кеттік. Бастаймыз. Бізде қараңыздар, оқушылар пластинканың жалпы есеп. Пластинка деген жалпы мынандай темір тақташа болады бізде. Пластинка деген есеп келген кезде бізде мынандай картина сіздердің ойыңызда болу керек, міндетті түрде. Мынандай картина сіздердің ойыңыздарда болу керек. Бізде мысалға мынандай ереже бар. Алмасу реакциясында, яғни А плюс В С бізден алмасу реакциясы жүреді. Яғни А С қосылған В деген. Бізде осындай реакция жүреді. Енді бізде мынау кернеу қатарын білесіздер ма? Бекетов қатары деп аталады. Мынандай Менделеев кестелеріңіздің ең аяқ жағында осындай бір қатар жүреді. Например, натрий деген секілді металдар болады. Қарайтын болсаңыздар. Мына темір деген болады. Менделеев кестеңіздің соңғы жақтарында жалпы осындай белсенділік, активтілік қатары деп айтайық. Бұлар бізде, яғни активтілігі жоғары металдар болады. Бұлайнан артады бізде активтілік, бұлайнан кемейді. Осылай жағынан бізде активтілік кемейді. Ашып көре аласың? Енді бізде қараңыздар. Активтілігі жоғары металдар тұздың құрамындағы, яғни активтілігі мынандай төмен металдардың ығыстырып шығара алмайды. Например, тұздың құрамындағы металл активтілігі жоғары болса, онда ығыстырып шығара алмайды дедім, иә? Мысалы қараңыздар, бізде натриймен, например, мыс хлоридін әрекеттестіріп көрейік. Сонда бізде түсіледі натрий хлоридмен и купрум. Яғни купрум бізде ығыстырып шығарады. Ал егер керісінше жағдайды қарайық, например, темірмен натрий хлориді бізде физически бізде бұндай реакция жүрмейді. Өйткені бізде активтілігі үлкен, активтілігі төмен реакциямен жүрмейтін болып есептеледі. Енді бұл ережені бізге білу маңызды. Енді, например, мына есепті қарайық. Біз мырыш пластинканы мыс ерітіндісіне батырамыз. Яғни мырыш пластинкасы, яғни мынау. Енді несіне мыс ерітіндісіне батырған кезде бізде орын басу реакциясы орын алады, иә? Енді қарасаңыздар, бізде мырыш ерітіндегі мысты ығыстыра бастайды, қараңыздар. Мысты ығыстыра бастап, бізде еріген мыс пластинканың сыртын осылай қаптай бастайды. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, суретте көрініп тұр. Енді мында екі түрлі жағдай болуы мүмкін. Егер мырыш, яғни қосып отқан металымыз тұздың құрамындағы металдан ауыр болса, например, 24-80 грамм мырыш білеп тұр ғой. Яғни қосып отқан металымыз тұздың құрамындағы металдан ауыр болса, пластинканың массасы жеңілдейді. Мысалы, мына жерде жеңіл болып тұр. Жеңілдеп жатыр. Мысалға, мыс бізде 65 грамм, ал мыс 64 грамм. Яғни көріп отырсаңыздар, тұздың құрамындағы металдың малярлық массасы кішкентай, сәйкесінше пластинканың массасы бізде азайып жатыр. Енді бұл жердегі арифметика бізде оп-оңай. Сіздер ойлағаннан да оңай есеп негізі. Қарайтын болсаңыздар, бізде қараңыздар. Реакцияны жазайық. Бізде мырыш мынау цинкпен беріледі. Массасы бізде 65 грамм. Бізде бұлардың реакцияға түсетін мырышпен реакция соңында түсіретін мыстың зат мөлшері белгісіз. Сонда бізде болады мырышпен осы екі заттың бөлініп шыққан зат мөлшері бізде X болады. Енді реакцияның бастапқы массасы бізде 24-80 грамм. Жазып аламыз. 24-80 грамм деп жазып аламыз. И азайтамыз. Қанша? X. Мырыштың малярлық массасы бізде 65 қой. 65 көбейтілген X деп аламыз. Қосамыз. Мыстың массасы 64 көбейтілген X деп аламыз. Тең. Қанша массаны құрады? Пластинканың массасы 24-65. 24-65 грамм деп алайық. Енді мына жерде 65X пен 64X қысқарып кетеді. Бізде X қалады. Тең 24-80 мен 24-65-ті азайтыңыздар оқушылар. 24-80 мен 24-65-ті азайтайық. 0-15 қалды. 0-15, иә? 0-15. Бізде X 0-15 шықты.
Енді бізде сұрақтың соңында бізде сұрайды, реакцияға түскен мырыштың массасы дейді. Значит, біз тұрамыз да осы 0,15-ті, x шыққан 0,15-ті көбейтеміз мырыштың массасына, яғни 65-ге. Сонда қанша болады? 9,75. 9,75. Сонда бізде С жауабы болады екен. Осылайша есеп вообще басқандай түрлі жолдар жоқ, только осы. Сіздерге естеріңізде сақтау керек только мына алгоритм. Только мына суретте сіздер естеріңізде сақтау керексіздер и мынау алгоритмді білу керексіздер. Кеттік, енді келесі есеп шығарайық. Кеттік, бізде екінші есепте бүйтеді. Массасы 50 грамм мыс пластинканы сынап 2 хлорин ертісіне батырды дейді. Реакциядан кейін пластинканың массасы 52-де 74 грамм құрады. Қараңыздар, көрдіңіздер ма? Небәрі жеңіл болған сайын бізде бастапқы өнім біздің пластинканың массасы ауырлай береді. Енді логично ғой, по идее, бұл химия ғой енді. Қараңыздар. Енді біз бетеміз. Мыс бізде купрум, купрум X деп аламыз. Сынап бізде тоже X, бұның купрумдығы 64 болса, сынаптығы қанша? Несі? Малярлық массасы сынаптығы 200 қанша? 201 ғой, қателеспесем. 201, по идее, бұл сондай болу керек. Енді бетеміз. Біз бастапқы массаны аламыз. 50-де 0,0 грамм. Азайтамыз. Купрум, яғни 64 көбейтілген X. Қосамыз. 201 көбейтілген X тең болады 52-де 74. 52-де 74. Енді мынау X пен мына X екеуі азайтылып кетеді. Минус 64 пен плюс азайтқан кезде қанша болады? 201-ден 64 азайтқанда, так, 137X бола ма? Тең 2-де 74 болады екен. 2-де дұрыс, 2-де 74 болады. Енді біз 137X, яғни мынаны X-ті тауып алайық. 2-де 74 137-ге бөлейікші. 0,2 ма? 0,02. 0,02. Енді бізде не сұрап тұр? Реакцияға түскен мыстың массасы деп тұр. Біз енді мыстың массасını көбейтеміз 64-ге. Сонда қанша шығады? 1,28. 1,28. Сонда қандай жауап болады екен? Бізде В жауабы болады екен. Есеп түсінікті ме, оқушылар? Оңай екен. Пластинкадан қадалғандар бар ма араларыңызда? Пластинканы негізі шығарамайтын беріңіздер бұның алдын. Мен шығарамайтын. Болды, кеттік, онда шешімші есепті өзіңіз шығыңыздар, кеттік. Д жауабы болады. 12-де 8 грамм шықты. Дұрыс, молодец. Қалай шығардық? Мен айтып тұр, мен өзім жазайын. Не істедік бірінші? 20-да 4 азайту 64X қосу 56X тең 22-де 0. X-ті тауып алайық. 8X тең 1-де 6. 1-де 6. X тең 0. 0-да 2. 0-де 2. Көбейту 64 тең 12-де 8. 12-де 8. Молодец, арайлым. Жарайсың. Бұл есеп осы. Бүгін біздің осы пластинка түкте қиын емес. Үйге енді толтырып есеп беріп тастаймын. Сіздерге енді есеп түсінікті болса, адам аз кірді, негізі адам көп кіргенде практика көп жасайтын бедік бәлкім деп отырмын.
2 ақ оқушы кірген, мен негізі өтінім күтпедім. Сондықтан да үй тапсырмасын берейін сіздерге. Хорошо? Қарсы емессіздер ма или практика көп шығарамыз ба қазір? Маған разница жоқ негізі.